Сәлем достар, дәл менің артымда тұрған бұл Зияткер High School қаламыздағы ең үздік мектеп. Және де бізде бүгін өте маңызды күн. Қала бойынша 10 сынып оқушылар арасында химия биология пәнінен олимпиада өтіп жатыр. Олай болса достар, бізде дәл қазір тіркелу басталып кетті. Жалпы іштегі атмосфера қандай, кімдер қатысып жатыр, олимпиада керек пе, керек емес пе деген сауалдардың барлығын жауабын білетін боламыз. Сонымен достар, дәл қазір бізде тіркеу жүріп жатыр. Біраз оқушылар жиналып қалды. Енді жалпы бұл олимпиадаға оқушылар не үшін келді, не үшін қатысқысы келеді, оны оқушылардың өздерінен сұрап көрсек. Сонымен жүріңіз. Жалпы бұл олимпиадаға қатысудың мақсаты химия биология пәндерінен болғандықтан, жалпы менің өзім, яғни екеуміз химия биология бағытындағы Назарбаев мектебінен келіп отырғандықтан, өзіміздің жалпы білімімізді сынап көруіміз үшін келіп отырмыз. Тамаша. Қызығушылық білдіргеннен кейін әрине қызық басқа да Шымкент қаласының оқушыларымен бәйгеге түсіп, өзіміздің бағымызды сынап көру. Сонымен қатар жүлдеге ақша беретін керемет болады. Тілейміз, сіздерге өте қуаныштымыз. Өздеріңіз байқаған боларсыздар, дәл осы біздің олимпиадаға Назарбаев Зияткер мектептерінің оқушылары қатысып жатыр. Бұл біздің олимпиаданың деңгейінің қаншалықты дәрежеде екенін көрсетеді. Сонымен басқа оқушылардың пікірлерін білейік. Бағымызды сынау мүмкін. Может, түспесек, Наши оқып жүреміз деген сияқты. Демек Зияткер High School'да түспегіңіз келеді, иә? Иә. Бұл жерге бағымды сынап көруге келдім. Неге? Түспеске барлығы тегін, тестті тапсыруда, қатысуда. Мүмкін өтіп қалармыз. Сонымен достар, байқасаңыздар, мектептің ішінде де қатысушылар дайындалып жатыр. Дәл қазір сыртында да оқушылар өте көп күтіп отырған. Байқағаныңызда дәл мұнда ағайынмен келген сияқты сұрап білейікші, кімдер қайдан келді, иә? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Менің есімім Тілеміс Ғайзар Нұзарұлы. Парасат ЕЖ жеке меншік мектебінің биология пәнінің мұғалімі боламын. Бүгін осындай бір олимпиада, Зияткер мектебінде өткізген олимпиадаға өзім 15 оқушыны келіп отырмын. Осындай бір үлкен додаға қатысып, өзімізді сынап көру мақсатына келіп отырмын. Бұл доданың бірінші мақсаты оқушылар өзінің біліктілігін сынайды. Әрі бұл жерде бірнеше мотивация бар екен, қаржылық жағдайынан, бұл оқушыларды одан ары қарай ынталандырады деп ойлаймын. Рахмет етемін, осындай олимпиада көптеген жерде ұйымдастырса екен. Сонымен біз оқушыларды, әсіресе ер жігіттерді ұстап алдық. Қазір сұрап көрейікші, жалпы таңдаған пәні қандай, не үшін қатысып жатыр деген сияқты. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Таңдаған пәніңіз қандай, осыдан бастайыншы. Таңдаған пәнім химия биология. Демек болашақта осы маманды таңдайсыз. Иә. Не үшін қатысып жатырсыз енді бұл олимпиадаға? Керек пе сізге? Керек қой, бағымды сынап көрейік деп. Осы химия биология бағытында білімімізді сынап көрейік деп қатысып отырғанбыз. Бірінші орын аламын деп жүрміз. Тамаша, ниетіңізге жетіңіз деп сәттілік тілеп қояйын. Рахмет сіздерге де.